Азизок, привет. Менің қызым алымы қатарда тұр. Азиза. Номері жеткізілген мектеп гимназиясына ұлғына балалар архитектора жетекшісі Қалғанова Айгүл Дәуленқызы. Мен қызым алып көрді ме? Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын. Сабақтар арасында үздіксіз уақытты бастауыш орта және жоғарғы сыныптарда білім алушылардың барынша ажырамын қамтамасыз етуді Азиза қызымның мектебі классы. Так, Азиза қызымыз қайда екен? Қайсы? Міне жақта тұрған ма? Сенің сыл. Азиза. Бірақ мен міндетті түрде өзім есік алдында күтіп аламын әрбір баланы. Қайтқан кезде де өзім шығарып тастаймын. Кабинетіміз ғана ауысады, басқа ештеңе ауысып жатқан жоқ. Мен сіздердің апайларыңыз боламын. Есімім Шакарова Аида Надырова. Тынышталамыз, артық сөзді қоймыз. Бірінші апай сөйлейді, сосын кейін қалғандары сөйлейміз. Ответ бермейді ғой. Оқиды, ответ бермейді, таңғалып. Бірінші классқа сіздердің балаларыңыз келіп жатыр. Екі жақтан қарай жауапкершілікпен. Мен сыныпта үйретсем, үйде оны қосымша бекіту керекпіз, иә? Міндетті түрде үй тапсырмасын орындау керекпіз. Сосын мен личкаға шығып жатсам,
электронный бір нәрсе сұрап жатса міндетті түрде жібереміз. Мен қайтадан группадан каждый баланы іздеп отырмаймын. Иә? Барлықтарымыз кітап алдық, кітапты қаптап тастаймыз. Қайтатын кісі жоқ, барып қайтатын кісі жоқ және тағы бір нәрселер бар. Жоғары сыныптағы балалар бар, олармен бірге алып қайтады. Сондай бір нақты проблема болса ғана алсақ, әрі-бері жүрудің қажеті жоқ. Біреу келіп, біреу кетіп. Мысалы, енді алдында бәрінен общий группада отырса, мен айтамын, айтқаннан кейін енді орындауға тырысады. Бірінші сыныптар алып келуге тырысты деді. Бір ата-ана келе алмаған үшін сөзге, ол кісі басқа сыныпқа ауысып кетті. Олай болмайды ғой. Мен мұғалім болғаннан кейін сіздерге. Ал Азизок, сабақ қалай? Сабақ бірінші класс. Күшті болды ма? Ha? Мектебің анау ма? Сабақ қалай? Жақсы ма? Иә. Ұнады ма? Енді 5 мен оқисың ба? Иә. Неше мен оқисың? Қыздарыма мороженое алып бердім. Бүгін сабаққа